Жексенбі күні өткен әлем чемпионатының ақтық сыны финалда Испания Аргентинаны жеңіп чемпион атанды. Испания ойынның басым бөлігін бақылауда ұстап, Аргентинаға қақпаға бірде-бір дәл соққы бағыттауға мүмкіндік бермеді. Бірақ соған қарамастан қарсыластың берік қорғанысын бұзып өту оларға оңайға соқпады. Ойын соңғы минуттарға дейін жанкешті өтті. Тек 100 минуттан астам уақыт созылған текетірестен кейін Ферран Торрес есепті ашып Испанияны алға шығарды. El partido me ha parecido la verdad que es un partido increíble, que no vamos a olvidarnos la vida o no, que somos campeones del mundo y que se dice muy pronto. Se dice muy pronto. Español, 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 yo soy español, español, español. Asustar de tanta falta y tanta... Muchos agarrones, Sí. pero hemos jugado muy bien, hay que quedarse con eso. El partido ha estado súper emocionante hasta el último momento que hemos conseguido la victoria. Hemos destronado a Leo Messi. ¡Chao, Leo Messi! Матчтың соңғы кезеңінде Аргентина ширығып алға ұмтылғанымен, бұл талпыныс Испанияның өз тарихында екінші рет әлем чемпионы атануына кедергі болмады. Тек футболмен ғана шектелмей, үзіліс кезіндегі бұрын соңды болмаған шоуменде есте қалған бұл тарихи сәтті стадиондағы 80 мың көрермен мен бүкіл әлем бойынша шамамен 1,8 миллиард адам тамашалады.